Qara tulki! Au! Hanım, Tangsın keletindey bolgan edi goy. men elde kaçan tawdağı jolda äper bakkandardyň küzetüne buyurgan. Tangsın kelisi men hanımga malum deymiz. Meyli şerlik ıstıkan barma? Bul endi hanım. O söngürdögi tiripendeniň ölgeni ölüp kaçkany kaçıp ketdi. Tipti tawdağı hayvanatlarda ustatpas bolup barady. Men barıp izlestireyim. Koki sağ ol. Sağan ne bok kaldı? Koki. Siyip turgusam tezrek. Ya. Koki. Koki. İyi. Cookie. Cookie. Ой, промал! Коки! Хорошо! Коки! Ой, хорошо! Коки! Kızım! Durun! Qarаңыз! Sizden kızım şu. Tezrek! Açlıktan işegim şuruşur edi. Mendeki cüralar emesmin. Adam yiyecekti dedim. Canı aşıktın ba? Ol nege kamsal bolmak? Endi jürem dep ayta almayım. Karısık. Ağay, tavuk ilmsek sonda gana jatar orun işe rastabılады. Жүріңіз. Sözün estir kulakka jaksak. Tattım. Taleyim ay. Vay vay. Çok da cevap et.
Көз салыңызшы. Kızım ağam. Kızım ağam. Hanım, canaşırlık ete görünüz. Kızım! Tangsыңның қол астында шүміреті бар. Бір аспан ордасының астан кестеңе шығарған. Ой, әлгі суықың емес пе? Ханым, ендеше байқаңқырап іс көргеніңіз жақсы. Сен үңгірді күзет. Мен бар байқайын. Абдырай, тілім, маған қарасаңызшы міне. Мен аштықтан өзіріп біттім. Мен де ашыққан секілдімін. Сүке, Түрім, сен біраз садақа тамақ тауып келші.
Мына құлазыған ен тау түнерген орманда ауылда адам да жоқ. Мүритіңіз қайдан садақа сұрамақ? Ағай, сіз бір тоңқалақпен 180 мың шақырымға самғайсыз, азғандай садақатан ақтабыңыз қиын ба? Бергіш. Сен нені білушен? Мына таудың жағдай қатерлі. Албасы жәдігүйлер бар секілді. Егер мен жырақ кеткенде албасы жәдігүйлер пірме қасық қылса, қайтесіңдер, а? Тапа-танысы қайда албасты? Пірім, ағайсызды алдайды. Әзір мен аттар мен есектерді апанық көрдім ғой. Солар адамдікі болмай немене? Нақұрыс. Пірім. Ендеше сен неге садақа қарастырмайсың? Пірім, мен байқастырып келейін. Пірім, соны түстік таудың бір аумағы сарғайып көрінеді. Бәлкім жеміс шығар. Барып үзіп әкелейін. Өте жақсы болды. Алмасты. Алмасты. Еншек, албасты қайда? Білмеймін. Ағай, әлгі албастың қайда? Әлді жолдан өткен жолауыш албасты шығар. Ағай, адамды ақымақ қылуға әс екенсіз. Албастының да жолаушысы менен тұрғыны бола ма? Кіші ағай, үлкен ағай дұрыс айтады. Мына құлазыған ен тауда абайлағанымыз жөн. Сүке, ештеңе көрінбейді ғой, тезірек барсаңшы. Иә, әуелі сіз отырыңызшы. Пірім, мен келгенше осы шеңберден әсте шықпаңыздар. Үлкен ағай, алаңсыз болыңыз. Ой. Бұлмай бұлдың таппайтын бәлесі болсашы. Шеңберсіз бізді қамағанын қарашы. Кіші ағай, кірсеңізші. Ханым.
Kayır sakavatçıl bikeş, korkpаңыз. Бұл мүритімнің түрі сыйықсыз болғанымен өзі жақсы. Молдеки, жас бикештен үй балса әлем. Bu lan koy! Şakay. Бұл ұстаз тым ашығып кеткен түрі бар. Біреуін алып жеңізші. Ağay. Siz. Bergenizçi. Pırım, Kayır сақауатчыл бикеш. Мына құлазыған ен тауда бірнеше адамдық біз шайқылар ғана бардаймыз. Жолы жіңішке сіздей бір әйел затына тым қолайсыз ғой. Сапарыңыздан қалмаңыз. Молдеки, жаңсақ айтасыз. Бұл тауды жолбарыс аңғар дейді. Таудың алды артында түгел ел жұрт бар. Құлазыған ен тау деуге болмас. Pırım. Ülkön ağay бұл өңірді адам баласы баспаған құм еден деп анық айтқан еді. Сонда мынау ел. Kayır сақауатчыл бикеш. Жалғыз өзіңіз тау арасында не ғып жүрсіз? Молдеки, бикешіңіздің үйі осы таудың етегінде. Әке шешем қолғанасыз аурушаң қарттар болғандықтан жалғыз жүрмін. Әзір күйеуіме тамақ апара жатыр едім. Молдеки, ашығып кеткен болсаңыз біреуін жесеңізші. Жақсылыққа жеткізсін. Тамағыңызды жеп алсақ, күйеуіңіз жазғырмай ма? Бұл мендей сопыға күнә ғой. Молдеки, күйеуім жақсы адам. Көпір жасап жол жөндеуге әуес. Жан тәнімен Буддаға табынған адам. Тамағын шайқылар жегенін білсе, әттен разы болады. pırım yani. Үлкен мүритім жеміс теріп кеткен еді. Ağızға төсеп тұрған тамақты жемей, пірім бұл қайткеніңіз. Пірім, Бұрхан бұның Буддаға адал пиғылына қолдау көрсетсеңізші. Пірім, сіз жемесеңіз, мен жүкен жей берем. Бажи, бұл тамақ жас бүбінің күйеуін апара жатқан түскі асы ғой. Жеуіңе болмайды. Жеңіз. Жей беріңіз. Молдеки, бикешіңіздің тамағын жемесеңіздер, біздің үйге барыңыздаршы. Әке шешем ақбейіл қонақ жай тыншыл адамдар. Пірімдердің келгенін көрсе, олар сөзсіз қуанып, мол садаққа тамақ әзірлеп күтеді. Молдеки, менімен бірге барыңызшы. Бұл... Молдеки, егер бармасаңыз, ата-анам білсе мені сөзсіз жазғырады. Молдеки, ықыласыңыз тартықтау екен ғой? Жетті ғой пірім, тез жүрелік енді. Pırım. Ülkön ağaydı tosqanımız yen dolar. Қойшы ағады, үлкен ағай өлгенде келе ме? Аштықтан пірімнің көзі қара отыр бұл. Şakay. Алла қар. Пірім, жүрелік. Şakay. Алла қара. Siz deygen. Allah deyim. Pırım tez жүрелік енді. Бұл да жөн екен. Ендеше тез жүріңдер. Өте жақсы болған ай. Pırım! Almasın!
көңілге жар болсын. Pırım, buna elдің деміз ұтты. Сүке! Пірім, Сүке! оны Sen неге жазғысыз адамды өлтіресің? менің ұрып шыққаным Албасты. Сандырақ. Бұл өзі... Бұл ізгі семиядан шыққан момын бұқараның әйелі екен айдан анық. Ой, Пірім, Албасты адамды қашанда құбылып кеп азғырады. Әлгінде мен бір қадам кешіксем, сөзсіз қастандыққа ұшырар едіңіздер. Пірім, үлкен ағайдың жанарында от көз жанағында алтын рең бар. Қате көрмейді. Албасты жадыгөй болсын болмасын керегіне. Әйтеуір, Чербектегі тамағы бізге қалды. Пірім, мүритіңіз иба білдірмей-ақ жей береді. Шағай, тасқа жаптырғаныңыз қалай? Пірім, қараңызшы. Пірім, бұл ағайдың көз байлау өнерінің әлегі. Қош исан қып тұрған тамақты тасқа бақаға айналдырып сізді әдей алдап отыр. Сөйтіп жақсы адамды өлтіртіп кінәлауыңыздан құтылмақ. Егер әлгі алтын құрсауын қарғысынамасын оқысаңыз. Шағай. Акау Шағай-ау, сіз үлкен ағайға неғып осын жолдан соқтығасыз? Ол ешқандай жалған жаудағы жоқ. Шын ниетпен пірімді қорғап жүр ғой. Мына қылығыңыз. Кел, шаптылжы. Сүке! Пірім, Шайқ адам ешқашан мейірімділіктен айырылмайды. Жер сыпырғанда да құрт құмырсқан өлтіріп алмауды ойлайды. Көзсіз пәрвана көбелекті де шыраққа күймесін дейді. Сен қалайша қадам сайын қандестік жасайсың? Талай адамды өлтіріп нөм әкелгенің неге сеп? Сен қайтып кетті. Пірім-ау, мені қайда қайттайсыз? Мен сені мүриттікке қабылдамаймын. Егер мені қалайды қайтармақ болсаңыз, қайырымдылық етіп, қарғыс құрсауын босату дұғасын оқып, мына басымдағы бәледен құтқаруыңызды өтінем. Талай жолдас болдым ғой сізге. Кезінде маған Бұрхан ешқандай қарғыс құрсауын босатардыға үйреткен емес. Пірім, ойлап көріңізші. Мен сүкен 500 жылдың алдында Меуабақтауы суперде өңгірінде әлем әулиесі болғанында басыма қызыл алтын таш, үстіме өрік сары желең кигем. Енді алтын құрсау киіп қайтсам. Көне дос жарандарға көрінуім шынында қиынақ. Бұл... Пірім, егер мұны алмасаңыз, мен осыны киіп батысқа бара берейін. Апырай. Мұндай болғанда сені тағы бір рет кешірейін. Мұнан бұлай қандестік қылып адам өлтіруге болмайды. Мақұл, мақұл. Пірім, шапталжаңыз, шапталжаңыз. Шапталжаңыз. Қане? Екінші, пірімді қорғаңдар. Қызым-ау, қайдасың? Қызым-ау, қайда жүрсің? Пірім, мен барып көріп келейінші. Пәле болды пірім. Шешесі қыз іздеп келе жатыр. Шағай, Қайдасың? алмат сөйлей көрмеңіз. Мына құлазыған иен тауда бұл әйел, егер адам болса қайдан келе жатыр? Молдеке, айтыңызшы, тамақ көтеріп бара жатқан бір бикешті көрдіңіздер ме?
Бұл... Көрмедік. Kızım ay! Kayran kızım ay! Үлкен кісі. Пірім, жақындамаңыз. Қайтейін ай! Үлкен кісі. Пірім ауыр ақым етіп, маған тез айтсаңшы, ол қалайша бұларға өлген. Бәрі де мен пақыр сопыңыздың мүрит тәрбиелеудегі осалдығынан болды. Менің мына мүритім. Сопылық сапарға аттанған адам өсті ме? Мүриттеріңді бейбастақ қоя беріп, қандестікпен қызымды өлтіріпті. Сен қызымның қолын бер! Албасты! Үске. Азғын мүрит! Hanım. Әлгі суықыңның расында аңқы бекер шықпапты. Ханым, әлгінде оны ілестіріп әкеткен қара тұманды мені ұшырған. Таңсыңды шеңгеліме түсірмей, әсте тынбаймын. Ханым, бұл шайқылар тез кетіп барады ғой. Осы таудан асса болды, ханымның қарастылығынан кетеді. Таңсыңды әсте басқаның қолына түсірмеймін. Ханым. Таңсың дегені ыждағат пен бұттаға табынған адам. Оған төтеп беру оңай. Тек сұңғы күн ғана. Ханым, мұндай болғанда сіз... Tırım. Tırım, siz gözünüz yetkili жаралған адам баласы болғандықтан адаммен албасын тарқтай алмайсыз. Менің албасыны бойсындыруыма жол қоймасаңыз, 5-ке жете алмас бекенсіз деп алаңдаймын. Тағдырым Тәңірдің билігінде. Мені қай салбасының пісіріп қақтайтыны түгел алдан белгіленген. Сен қам жеме. Пірім. Қайтып кетті. Ұстаз Пірім, мені қайта
көмектескен бір үлкен ісі орындалмады. Не дейсіз? Пірім, ол сізден мүлік бөліп алмақшы. Бірнеше жыл сізге мүрит болғандықтан құрғанға айтқысы келмейді. Қайтып, мына сөзді айтып отырсыз. Пірім, мен сіздің үлкен жақсылығыңызды өтей алмағанымды айтпақшы едім. Менің қашан саған жақсылығым өтіп еді? Кезінде аспан ордасын шақ-шелекей қылып, Бесбірлік тауына қамалғанда, тәнейіме шапағатшы бөбі кезіп дінге кіргізген соң, пірім арқылы қамаудан құтылғам. Егер сізді қорғап, батыстағы Махауираға жеткіз алмасам, шапағатыңызды ақтамаған болам. Онда мені жұрт көз қылмайды ғой. Ұстаз пірім, шапағатшы Бұрхан бөбінің рақым үшін үлкен ағайды қайтармаңызшы. Алып қалыңызшы. Шапағатшы Бұрхан бөбі. Сізді қорғап нам әкелуге мені расында шапағатшы бөбім жұмсаған. Жарайды. Ондай болса сені тағы бір рет ғафу етейін. Иә. Егер және есін өлтірсең, сөзсіз әл қарғысынаманы 20 мәрте оқимын. О! Тем 30 мәрте оқсаңыз да болады. Көрдіңдер ме? Қарт баба жидағатпен ғибадат қылып жатыр екен. Жақсылыққа жеткізсін. Пірім, ерте риза болмаңыз. Бәлкім бізбен соттасуды күтіп отырған шығар. Баже, нені айтып кеттің? Ойласаңызшы, аға екі бірдей адамды өлім қаптырды. Олар әкімге шағылмайсашы. Нақұрс, сен нені түсінесің? Пірім, мен барып байқайын. Кәрия, неғып мұнда дұға оқып отырсыз? Мен мұнда әйелім мен қызымды күтіп отырмын. Таудағы бұтқаналарға шырақ жағып тауап еткелі кетіп еді. Сен жамандықты жеңе жасырып отырып. Мені алдама. Мен сен таныдым. Ой, Молдеке, тау ойлап келесіздер ғой. Әйелім мен қызымды көрдіңіздер ме? Қызым жұмыстағы еріне тамаға кеткен, шешесі артынан қызын іздеп кеткен. Күн осынша кеш кірсе де, олар келмеді. Әй жадыгер, екі рет сиқырланғанымда мен түгел таныған едім. Тағы да құбылып алдауға кірсің бе? Көзіме қала! Үскілі! Кәрия, Ойбай, қызым да шешесі де қанат өлген бе? Ойбай! Ойбай, Құдай-ай! Бөрілі жаннан жалғыз қалдым ғой. Аясам етті. Бақытсыз пенделерді қандай қан құйды жауыз албасты өлтірді. Қайтып қана тірлік етермін ай. Кәрия. Пірім! Кәрия, бәрі де мен пақыр сопыңыздың тәлім тәрбиесінің осалдығынан болған. Мүрейтім оларды жаңсақ өлтірді.
Ойбай, қаншерлік қылған ішіңінен мал декен бір төрмеді. Бұддаға бір үйлі жанда ясаңдар еді. Қызым да шешесі де бұдда мүритерінің қолында өледі деп ойламаппын. Жаңылсыңдар! Сұму сөзбен судырап пірімді алдағышын қалай көр! Көнағай, дүлей ашуға баспасаң? Сен албасты! Албасты! Көнағай дейсіз. Албасты! Сен тағы да кісі өлтірмексің бе? Пірім-ау, албасты жәдігөйлер жоғалмаса, мұның кітабын әкелуіңіз қиын. Жазықсыз адамдарды жайратып жүріп ном әкелгеннен не пайда? Пірім! Оқыңызшы. Қандес мүритті қумасақ ном әкелуіміз қиын. Будда бабасының әмірін адам мүриті атқарады. Албасты! Көкемді көрсетейін саған! Көнағай, пірім, қарғысламан енді оқымаңыз. Пірім, оқымаңызшы, оқымаңыз. Ой, бұнау, Пірім, әлгі кәрия бір үйме қусек айланып қалды. Ат ертеңді. Пірім, үлкен ағайдың ұрып жұққанын ақыз жәдігөй бұл. Жүкті буыңдар. Sen tağılık minezden tazarmadın. 3 birday adamды öldürdün. Seni Budda babası da geçirmeydi. Pirim! Sen kayıp git. Pirim! Pirim! Siz meni jansal жазғыздыңыз. Бұл қу сүйегі жәдігөйі Нақшын албасының өзі. Оның қайта құбылғандағы мақсаты сізді құртпақ. Ал сіз ылғи мені қуасыз. Жарайды.
жоғалайын. Пірім, үлкен ағай бүкіл жол бойы албастыларды аластап, пак ниетпен пірімді қорғауда. Тегі жансақтығы болған күнде де, біз шайқылардың разылығы үшін оны кешіріңізші, пірім. Пірім дейм. Пірім. Сен менің сөзімде сенім тұрақ жоқ екен деме. Шәке. Пірім. Жүкті шешіп, қалам сия әкеліңдер. Бұдан бұлай Сүкеңмен көріспес болып, қол үзу хатын жазайын. Пірім, жаза көрмеңіз. Пірім, бара жатқан батыс сапарымыз тар жол тайғақ кешуді. Үлкен ағай кетсе болмайды. Бажи, сиянез. Пірім ау, сіз үлкен ағайды рас қиып қайтармақсыз ба? Пірім. Бол. Жазбасаңызшы, мен келсем албасы жадыгөйлерді кім жоғалтып, сізді бейіске дейін кім қорғап бармақ? Жу бажи мен шасы опы, албастылар бойсындыра алмайды демексің бе? Кішағай. Шек, көрдің бе? Бұл қол үзу хаты куәлігіміз болады. Бұдан бұлай, сен менің мүритім емессің. Тұрмай. Пірің мейірімсіздікпен кесім жасап отырған жоқ. Тек сенің өртісіз шанды өлтіріп, Будда бабасына күнәлі боп, жер әлем кешпес қылық қылғаныңнан болып отыр. Расында сені алып қалуым қиын. Пірім, мен сізге ұзақ жыл мүрит болып естім ғой. Bir рет тағзым етуімді қабыл көріңізші. Тағзым етпей-ақ қой. Мен енді сенің ұстазың емеспін. Олай демеңіз, пірім. Апыр-ау.